Барлықтарыңызға сәлем достар. Бұл 12-ші сабақтың үй жұмысының жауаптары. Мұқият қарап, тексеріп алыңыздар тапсырмаларды. Бірінші тапсырмада бізде етістіктерді қойып шығуымыз керек болған. Олар бізде do, housework, go to work, have a sandwich, get up, make dinner, go shopping, go to bed. Екен, тексеріп алыңыздар дұрыстап. Одан кейінгі тапсырмада бізде мынау have been go-ға екеуіне бөліп шығуымыз керек болды. Мына сөздерді have breakfast, have a coffee, have dinner, have lunch, have a sandwich екен. Go-ға бізде мына сөздер жатады. Go home, үйге бару, go to school, мектепке бару, go to the gym, жаттығу залына бару, go to work, жұмысқа бару. Тексеріп алыңыздар және жаттап алыңыздар. Одан кейін бізде грамматикаға байланысты үй тапсырмасында 3A мына сөйлемдерді жақшаның ішіндегіні қосып қайтып жазуымыз керек болды. Usually, never, sometimes, always, never дегендерді қойып шығуымыз керек болды. Сонымен дұрыс жауап осылай екен. Білеміз, usually жаңағы мына present simple шағындағы мына жиілілік істеулері ол субъекттен кейін келеді және етістіктің алдында келеді. Тексеріп алыңыздар. Содан кейін бізде тыңдалым бөлімінде Тонидің демалыс кезінде әдетте істейтін іс-әрекеттерін қоршауымыз керек болды. Олар бізде душқа түсу, газет оқу және достарымен қыдыру болған екен. Ал мына сөздерді сіздер жазып жаттап алды деген үміттемін. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.